Сәлем достар, бүгін осындай қытырлақ әрі тәтті балық пісіретін боламыз. Менде замороженный ментай болғандықтан осылай жібітіп алып, жақсылап тазалайтын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей. Балығымызды толығымен тазалап алғаннан кейін осылайынан екі жағынан тұздайтын боламыз. Осылай тұздап болғаннан кейін 15 минутқа қалдырамыз. Тұзы сіңіп, жақсы болып сіну керек. Одан кейін осындай кляр дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқа, одан кейін 5 столовый ложка ұнымызды и 1 кесе суымызды қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай балығымызды клярға ойнатып алып, отқа осылай пісіріп аламыз. Өте хрустящий болады, іші жұмсақ, сырты хрустящий болып, күшті болып піседі. Осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмді болады. Мінекей балығымыз толығымен дайын болды. Сырты хрустящий болып пісті, және де өте дәмді болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар.